Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоларымды жоғалтпау үшін каналға тіркеліп, қоңырау шамына басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен бірге баршамызға танымал және баршамызға ұнайтын хрустящий баклажан салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін баклажанды 2 немесе 3 бөлікке бөліп, видеодағыдай тураймыз. Бір порция салатқа жететін 200 грамм баклажан алып, оған дәмдеуіштер себеміз. Барлығын бірге жақсылап араластырып, крахмал жабысу үшін кішкене су сеуіп жібереміз. Енді салаттың құрамына кіретін 100 грамм көлемінде маринадталған тауық төсетін кубиктап турап аламыз. Оның барлығын крахмалға жақсылап 2 мәрте аунатамыз. Крахмалға аунатылған баклажан мен тауық төсетін қызып тұрған майға 4-5 минут көлемінде жақсылап қуырып аламыз. Қуырып болғаннан кейін черри немесе қызанақты 5 секунд көлемінде қуырып аламыз. Қуырып болған баклажан мен тауық төсетін тәтті соуспен араластырамыз. Соуспен араластырып болғаннан кейін видеодағыдай тарелкаға қойып шығамыз. Енді салатный листья лола роса руккола өсімдігін жақсылап сумен жуып, кептіріп, оны да тәтті соуспен араластырамыз. Енді видеодағыдай әсемдейміз. Ең соңында бальзамический креммен сеуіп шығамыз. Осымен біздің баршамызға танымал және баршамызға ұнайтын хрустящий баклажан салатымыз дайын. Видеоны бағалап, подписаться батырмасын басып, лайк басуды ұмытпаңыздар.